Бүгін бізде кванттық физика тақырыбы. Дененің сәулелену қабілеті. Дененің беттік аудан бірлігінен жиілік интервалының бірлік енінде шығатын сәулелік қуаты бізде дененің сәулелік қабілеті деп аталынады. Енді бізде қараңдар, кванттық физика тақырыбы негізінен өте қысқа тақырып бізде, және де ол жақта теориялы бір где-то бір жаттау керек деген 10 теория бар шығар, наверное, білу керек деген. Яғни қалған барлығы бізде формула. Ол формула Эйнштейннің формуласы негізгісі, основной соны біліп алсаң, все, короче, кванттық физиканы білесің деген сөз. Так, енді біз теориялық сұрақтармен талқылап кетейік. Біріншісі интегралдық энергетикалық жарқырау дейді. Ол бізде R әріпімен белгіленеді. Оның үлкен R әріпімен, оның өлшем бірлігі ватт бөлінген метр квадратмен де. Екінші нәрсе жылулық сәуле шығару, қыздырылған дененің жарық шығару құбылысы жылулық сәуле шығару дейді. Мына 4 теорияны әтеге алып отырмыз специально, потому что осы 4 теория бізде тестте постоянно келіп отыратын теориялық сұрақтар. Осыларды дұрыстап жаттап беріп алайық. Келесі абсолют қара дене, ол барлық жиілікте түскен сәуленің энергиясын түгелімен жұтып қоятын құбылыс негізі. Ол бізде абсолют қара дене деп аталынады. Спектрлік жұту қабілеті. Дененің жұтқан энергиясының, энергия ағынының оған түскен энергия ағынына қатынасына тең шаманы айтады. Абсолют қара денені біз жалпы оны негізі ориентация алынған, мысалыдан бізде мысалы жаздың күні адамдардың көбісі ақ киінуге тырысады ғой, яғни светлый киімдерде, потому что қара дене, қара мата, қара түс ол жалпы бізде жылуды тез қабылдайды и тез тартады. Поэтому сондықтан жаздың күні көп адамдар светлый болып киінеді. Және де ол осы абсолют қара дененің заңдылығынан шыққан негізінен. Так, келесі сөзіміз бүгін бізде алғашқы формуламыз, бұл бізде Стефан Больцман заңы. Стефан Больцман заңы дегеніміз абсолют қара дененің интегралдық энергетикалық жарқырауы абсолют қара дененің температурасының 4-ші дәрежесіне тура пропорционал. Түсінуге қиын болатын шығар, поэтому мен бұның формуласын жазып көрсетейін. Бұның формуласы бізде тура өзінің анықтамасына сәйкес, яғни R тең сигма көбейтілген Т-ның 4 дәрежесі болып табылады. Так, бұл жерде сигма деген не деп ойлаулары мүмкін? Ол бізде Больцман тұрақтысы, Стефан Больцман тұрақтысы, оның мәні 5,67 көбейту оның минус 8 дәрежесіне тең болады. Стефан Больцман тұрақтысы. Стефан тұрақты деп қысқаша жазып қойын, тұрақтысы. Вот видите, абсолют дененің интегралдық энергетикалық жарқырауы, бұл бізде үлкен R болды ғой, мына жаңағы айтқан, мына энергетикалық жарқырауы. Ол бізде абсолют температураның 4-ші дәрежесіне тура пропорционал. Мінекей, екеу бір-біріне тура пропорционал ма? Иә, екеу бір-біріне тура пропорционал. Тура пропорционал деген не? Яғни артса артады, кемсе кемейді деген ғой. Мінекей дәл содан шыққан болатын барлығы. Ал пирометр деген құрылғы, ол қатты қызған дененің температурасын, яғни Стефан Больцман заңы негізінде өлшейтін құралды біз пирометр деп атаймыз. Келесі Вин заңы. Вин заңының бірінші формуласын жазып қойын, потом более түсініктірек болатын шығар. B тең нью максимум бөлімінде температура. Екінші формуласы бар бізде лямбда максимум тең болады B бөлінген температура. Бұл жерде Вин тұрақтысы, ол бізде B-ның мәні. Ол бізде 2,9 көбейту оның минус 3 дәрежесіне тең. Мінекей, қоршақ қойын мұнаны. Мынада қоршақ қойын. Бұл жақта тұрақты шама екеу, данный моментте. Осы екеуін дұрыстап біліп ол керекпіз. Ал енді Вин заңы деген анықтамасына салайық. Абсолют қара дененің энергетикалық жарқырауының спектрлік тығыздығының максимумына сәйкес келетін жиілік дененің абсолют температурасына тура пропорционал дейді. Дәл осы біздің анықтамамызға сәйкес келіп тұр. Формуланы өзгерту керек, просто кішкене. Ол ойлаулары мүмкін. Неге екеу, қалай екеу бір-біріне тура пропорционал? Лямбда мен мына екеуін орнына ауыстырып жүрсек, екеу бір-біріне тура пропорционал. Анау тұрақтысы мен температураны орнына ауыстырсақ, екеу бір-біріне тура пропорционал деген сөз осыдан шыққан. Енді осыларды практиковать етейік. Бізде айтады, қандай температурада абсолют қара дененің энергетикалық жарқырауы 1451 вольт бөлінген метр квадратқа тең болады. Енді Стефан Больцман заңы формуласы қандай еді? R тең сигма немесе, бұл әріптің жалпы оқылуының аты сигма деп оқылады. B-ға ұқсайды, негізі мынандай жазылуы. Көбейтілген Т-ның 4 дәрежесі, яғни біздің температураның 4-ші дәрежесі. Бізге қандай температурада деді? Яғни Т4
4 дәрежесін табу үшін R-ды Стефан Больцман тұрақтысынан бөлу керекпін. R-дің мәні менде есептің берілгенде бар 1451. Бөлімде Стефан Больцман тұрақтысының мәні нешеге тең еді бізде? Ол 5,67 көбейту 10 минус 8. 5,67 көбейту 10 минус 8 дәрежесіне тең. Так, екеуін бөліп жүретін болсам. Мың 451-ді бөлем 5,67-ге менде шығады 200, жұқтап аны 256. Көбейту оның 8 дәрежесі, үстіне барғанда плюс 8 болып кетеді. Енді бұл осы күйінде қалмайды. Бізде қандай мынандай жағдай болып тұр. Т-ның 4 дәрежесі тең 226 көбейту оның 8 дәрежесі. Мен дальше шығару үшін мынандай нәрсені жасаймын. Қараңдар. Екі жақты да квадратқа келтірейін. Яғни Т-ның квадратының квадраты ғой мынау, Т-ның 4 дәрежесі деген. Ал мына жақта қандай болады? Ол бізде 16 емес па? Иә, мінекей. 16 көбейту 10-ның 4 дәрежесінің квадраты, иә. Квадрат пен квадрат осы жерден қысқартып жібере аламын. Сонда менде не қалды? Т квадрат тең 16 көбейту 10-ның 4 дәрежесі деген қалды. Квадраттан құтылу үшін біз не істейміз? Мынаның төрасын аламыз, иә. Төрасынан шығарып жіберсем 4, мынадан менде 10-ның квадраты шығады. Яғни 400 Кельвин деген менде дұрыс ответім екен. Келесі есепке кеттік. 300 Кельвин температурада абсолют қара дененің энергетикалық жарқырауы. R тең сигма көбейтілген Т-ның 4 дәрежесі тең. Так, 5,67 көбейту 10-ның минус 8 дәрежесі көбейтілген. Так, бұл жерде 300-дің Так, 300-мен былай жазайын. 300 деген ол бізде нешеге тең? 3 көбейтілген 100 ғой. Бұны қалай жазамыз? 3 көбейтілген 10-ның квадраты деп алайын. Сонда менде оңайырақ болады. Так, 3 көбейту 10-ның квадраты и оның бізде 4 дәрежесі. 5,67 көбейту 10-ның минус 8 дәрежесі көбейтеміз. Так, 3-дің 4 дәрежесі 81 емес па, е? 9, 27-ні. Тағы көбейтем, 81. 81 көбейту 10-ның. Мына екі жерде екі бір-бірін жағаны көбейтіледі. Ешқандай да квадрат 4 дәреже болып кетпейді. Ол бізде 8-ге тең. 2 дәреже осы жерден қысқарып кетеді. 81-ді көбейтеміз 5,67-ге. Менде шығады 459, жуықтап алғанда 460 ватт бөлінген метр квадрат деген жауабым осыдан шығады. Так, келесі есепке кеттік. Абсолют қара дененің температурасы 580 Кельвин. Энергетикалық жарқырауының спектрлік тығыздығының максимумына сәйкес келетін тоқым ұзындығы. Вин заңы бар ғой, дәл сонымен шығады. Бұл жақтан нені сұрап тұр? Тоқым ұзындығы. Яғни лямбда максимум тең болады Б бөлімінде біздің температурамыз. Бұның мәні біздің неше еді? 2,19 көбейту оның минус 3 дәрежесі. Бөлімінде температурам 580-ге тең. Так, мына бөліп жіберейін. 2,19-ды бөлеміз 580-ге. Менде шығады 0,005 көбейту оның минус 3 дәрежесі екен. 0,005 деген неше? 1, 2, 3 өтір ғой. Яғни 5 көбейту оның минус 3 ол. Еще мына жерде тағы оның минус 3 бар. Менде неше шығады сонда? 5 көбейту оның минус 6 дәрежесі. Немесе 5 микрометр деген ответ шығады. Метр қайдан шықты? Өйткені біз тоқым ұзындығын тауып отырық қой. Тоқым ұзындығы бізде метр емес па? Так, енді бізде теориялық сұрақтарым жалғасуда. Келесісі ол бізде люминесценция деген құбылыс. Так, былай бастайық. Как бы спойлер айтып қойын. Люминесценция екіге бөлінеді. Ол бізде мінекей. Бұлай және де бұлай. Так, люминесценция дегеніміз не? Берілген температурада жылулық сәулелер шығарудан басым және жарық шығару ұзақтығы жарық тербелісінің периодынан ұзақ болатын тепе-тең емес сәулеленуді біз люминесценция құбылысы деп атаймыз. Атом қоздыруына байланысты және де жарық шығаруына байланысты болып, ол екіге бөлінеді бізде. Вот видите? Атом қоздыруына байланысты, жарық шығаруына байланысты болып, ол екіге бөлінеді. Ал ол атом қоздыруына байланысты болып, ол өз ішінде 4-ке бөлінеді. 1, 2, 3, 4. Ал жарық шығару ұзақтығына байланысты ол 2-ке бөлінеді. 1, 2. Так, кеттік. Атомдар қоздыруына байланысын талдап жіберейік. Бұл жерде бізде бұлай. Атомдар қоздыруына тәсіліне байланысты люминесценциямыз бізде 4 күйге бөлінеді. Біріншісі катодолюминесценция, екіншісі электролюминесценция, үшіншісі хемилюминесценция, төртіншісі фотолюминесценция.
Так, бұның барлығын жаттап біліп алуымыз керек. Тестте ең жиі келетін вопростың барлығы осылар. Катодолюминесценция дегеніміз не? Электрондармен атқылағанда қатты денелердің жарқырау құбылысын біз катодолюминесценция деп атаймыз. Электролюминесценция, өзі айтып тұрғандар электр, электр өрісі әсерінен денелердің жарық шығару құбылысы. Хемилюминесценция, ол химия деген тауып алсаңдар бітті. Химиялық реакцияларда осы энергияның бір бөлігі тікелей жарық энергиясына айналатын құбылысты хемилюминесценция деп атаймыз. Фотолюминесценция, түскен жарықтың әсерінен денелердің өздері тікелей жарық шығара бастайтын. Тікелей жарық қайда кетті? Тікелей шығара бастайтын құбылыс деген жаттап алыңдар, болды. Ол бізде фотолюминесценция болады. Так, және де люминесценцияның өзінің екінші түрі, ол жарық шығару ұзақтығына байланысты. Люминесценцияның өзі ол екіге бөлінеді. Ол флуоресценция болса, екіншісі фосфоресценция деп аталынады. Айтылуға қиын болуы мүмкін, но тіліңді келтіріп көр. Флуоресценция, жарық шығару ұзақтығы оның -8 секундтан, оның -8 секундтан кіші шамаларды біз флуоресценция құбылысы деп атаймыз. Ал жарық шығару ұзақтығы оның -4-тен бірнеше минутқа дейін. Оны жаза алмайды. Бірнеше минут, ол белгісіз бізде. Где-то 1 минуттай деген сияқты. Бірнеше минутқа дейінгі құбылыстарды біз фосфоресценция деп атаймыз. Так, бүгіндікке соңғы өтетініміз, ол бізде фотоэффект және де фотоэлектрондар деп аталынады. Фотоэффект дегеніміз түскен жарықтың әсерінен заттың бетінен электрондардың ұшып шығу құбылысын біз фотоэффект құбылысы деп атаймыз. Ал сол электрондар фотоэффекттің нәтижесінде ұшып шыққан электрондар, ол бізде фотоэлектрондар деп аталынады.